Сәлем достар, бізде қаңтар ұбт-ға дайындықтың жалғасы. Бізде оқушылар осындай қаңтар ұбт-да келуі мүмкін есептер, сондықтан видеоны аяғына дейін қараңыздар, және де бос қарап отыра бермей, видеоны тоқтатып, анау дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Және де әр есептен шыққан формулаларды өздеріңізге түртіп алып, бір қара ручкамен или қызыл ручкамен белгілеп қойыңыздар. Сонымен есептерді бастаймыз. Бізде теңсіздіктер жүйесін шешу керек. Ең бірінші мынау бар емес па? Бірінші теңсіздік тұр ғой, соны бүйтеміз. 5-тің 2х дәрежесі. Мынау бізде 5-тің квадраты болғасын 2х дәрежесі болып кетеді. Азайтылған 6 көбейту 5-тің х дәрежесі. И қосылған 5 и үлкен болады 0-ден. Енді, құрметті оқушылар, біз 5-тің х дәрежесін т деп жаңа айнымалы енгізіп аламыз. Сол кезде мынандай өрнек шығады. Т квадрат азайту 6t плюс 5. Бұл үлкен болады 0-ден. Енді мына жерден біз t1-ді және t2-ні тауып көрейік. t1, t2-ні бізде 3-пен 3-пен 2 десең келмейді екен, 5-пен 1 деп көрейік. Яғни 5 и 1. T1 5-ке тең, T2 1-ге тең. И біз бүйтеміз оқушылар. Мынау координаталық осьті саламыз. И 1 мен 5-ті белгілеп аламыз. Мына жақта 1 бар, и мына жақта 5 бар. Енді мен басқа түсті алайын. Бұл жерде үлкен аралық керек. Яғни плюстен бастаймыз ғой біз. Плюс, минус и плюс. Плюс аралық минус шексіздіктен бастап 1-ге дейін, одан кейін 5-тен бастап плюс шексіздікке дейін. И получается, бұл жерде 5-тің х дәрежесі т деп тұр ғой, т бізде 1-ден кіші және де 5-тен үлкен. Значит, біз бүйтіп аламыз. Т кіші 1-ден, мынау бойынша т 1-ден кіші. Одан кейін мынау бойынша т үлкен 5-тен деп аламыз. Енді оқушылар, мына жерден біз т-ның орнына 5-тің х дәрежесін әкеп қоя саламыз. И сол кезде былай болады. 5-тің х дәрежесі кіші болады 1-ден, және де 5-тің х дәрежесі үлкен болады 5-тен. И бізде мына жерде 1 дегеніміз ол 5-тің 0 дәрежесі ғой. И получается, мынау 5 пен 5 қысқарады, и х кіші 0-ден шығады. Одан кейін, мынау 1 дәреже, мынау 5 пен 5 қысқарады, х үлкен 1-ден шығады. Яғни, бұл жерде екі жауап бар. Х 0-ден кіші және х үлкен 1-ден. Енді келесі мынау екінші теңсіздікті шығарайық. Сосын екеуінің қиылысқан жерін таба саламыз. Оқушылар, қараңыздар. Мынау 1-ді біз 2-нің 0 дәрежесі. Кез келген сан 0 дәрежесі 1-ге тең. И мынау 2 мен 2 кетеді. И сонда қалатыны х плюс 1, х минус 3 кіші болады 0-ден. Енді оқушылар, қараңыздар. Бізде мына жерде былай координаталық ось саламыз, үлкен қылып, и мына минус 1 шығады, 0-ге теңестірсек, мына 3 шығады. Мына минус 1-ді, и мына жерге 3-ті белгілейміз. Одан кейін оқушылар, екінші координаталық ось саламыз. Мынау кіші аралықты сосын белгілейміз. Біз мынаны салып аламыз, мынаны. И екеуінің қиылысқан жерін анықтау үшін. Бірінші 1-ді саламыз. 1 деген минус 1 мен 3-тің арасында жатыр. Примерно мына жақта жатыр. И одан кейін 0 белгілейміз. 0 дейтін минус 1 мен 1-дің арасында жатыр. И получается, мына жақта 0 жатыр. Енді оқушылар, біз көк түсті аламыз да. Мына жерге плюс-минус аралық қоямыз. Мынау мынаныңкі. И сол үшін бұл жерде плюстен басталады, плюс, минус и плюс. Бізге керек аралық теріс, яғни кіші аралық. И минус 1 мен 3-тің арасы. Минус 1 мен 3-тің арасы. Келесі, 0, 1, 0, 1, и потом не бар нақта. Міне, х кіші 0-ден, яғни 0-ден кіші, и потом х үлкен 1-ден, яғни 1-ден үлкен. Енді оқушылар, бұл жерде тік жақша ешқандайында болмайды. Өйткені мынаның бәрі қатаң үлкен, қатаң кіші. И қиылысқан жерде мынау болады.
минус 1-ден бастап 0-ге дейін и 1-ден бастап 3-ге дейін. Сонда жауабы былай болады. Так, минус 1-ден 0-ге дейін, 1-ден 3-ге дейін. Минус 1-ден 0-ге дейін и потом 1-ден 3-ге дейін. Так, бұндай жауап қай жерде кездеседі екен? Ол Д жауабында кездеседі екен, я? И получается жауабы Д болады, я? Келесі оқушылар логарифмге байланысты есеп. Так, біріншісін шығарып аламыз, екіншісін шығарып аламыз и екеу арқылы x пен y табамыз. Так, қараңыздар оқушылар, мынау 8 дейтін, 3 негізді түбірасы 8 дейтін, төбесіне жазып қойшы. 3 негізді түбірасы 8 дейтін, ол 2-ке тең. Неге? Өйткені 3 негізді 2-нің кубы ғой. Так, мынау куб пен мынау қысқарып кетеді, так 2 қалады. И получается мынау 2-ке тең. Енді x плюс y логарифмнің қасиетін білетін шығарсыздар, так 3-дің 2 дәрежесі. 3-дің 2 дәрежесі бізде 9-ға тең. Одан кейін келесі, так, мынау азайтқан кезде мынау негіздері бірдей, міне мынау 5, мынау 5. Арасы азайту болған кезде мынаумен төбесіндегілер бөлініп кетеді. Сонда логарифм 5 негізді болады, x бөлінген 5 минус y болады. И бұл тең болады 1-ге. Енді, құрметті оқушылар, так, жауапқа сәл-сәл жақындап келе жатырмыз. И мына жерден келесі ход былай болады, қараңыздар. Так, x плюс y 9-ға тең, оны жазып аламыз. И одан кейін, так, мына 5-тің 1 дәрежесі болады. Яғни x бөлінген 5 минус y қоя тең болады 5-тің 1 дәрежесі. Яғни 5-нің өзі. Так, бұл жерде оқушылар, мына x-ті өрнектеп алайық, давайте. Наяқтан x-ті өрнектеу үшін или битик. Так, наяқтан x-ті өрнектеп алайық. Так, наяқтағы x неге тең? Ол 5 көбейтілген, мынау пропорциямен төбеге кетіп қалады. 5 минус y-ге тең. И сосын мына жердегі x-ті тауып алдық қоя. Так, мынаны полный мынаяға апарып қоя саламыз. Сол кезде былай болады, қараңыздар. Так, 5 көбейту 5 минус y, 5 көбейту 5 минус y, қосылған y тең болады 9-ға. Так, мына жерден кәдімгі теңдеуді шығара саламыз. Так, 25 азайту 5y плюс y тең болады 9-ға. Так, мынау минус 4y, минус 4y тең болады 9-дан 25-ті азайтамыз. Так, минус 16 и y тең болады 4-ке. Енді, мынау y 4-ке тең болса, x-іміз әрине 5-ке тең. Көрініп тұр, уже? Так, x тең болады 5-ке. Енді оқушылар, x пен y-ті тауып алдық, есеп әлі біткен жоқ. Бізге мына өрнектің мәнін тап дейді. Так, түбірасты ашамыз общийді қылып. И ішіне 5x 0 дейді. Так, 5 көбейту x 5-ке тең. Қосылған, так, 6y 0. 6 көбейту y 0. Так, бізде y 4-ке тең, е? И екеуінің көбейтіндісі 25, 24, 25-ке 24, 49, түбірасты 49, 7-ке тең. Сонда жауабы 7 болады. Келесі оқушылар, яғни бір нәрсе түсіндіріп кетейін осы жерден. Құрметті оқушылар, 3 есептен талдайтын боламын. Бұл есепті өзіңіз көріп отыра бермей, достарыңызға жіберіңіз. Оларда қаңтар ұпытысына дайындасын, оларға да сіз өзіңіздің пайдаңызды тигізіңіз. Жақсылық бөліскен кезде ғана пайдалы дейді. Так, кеттік ал, келесі есеп ашылып кеткенше. Так, енді бұл жерде өрнекті ықшамда. Өрнекті ықшамда дегеніміз оқушылар, яғни өрнекті ықшамда дейді, ол түбірастынан құтылу деген сол иррационалдықтан құтылу. Так, бұл жерде бітеміз. Біз пока что мынаны алып тұра тұрайық. Осыны ғана өрнектеп алайық, сосын потом мынаны есептей береміз, хорошо? Так, x минус 1 бөлінген түбірастында x плюс 3 и минус 2. Минус 2, я. Так, қараймыз оқушылар. Бізде иррационалдықтан құтылу үшін, давайте бірден көбейте салайық. Күні арасы көбейту өсілі что. Так, көбейтеміз. Неге? Мынаның түйіндесіне. Так, мынау минусы ғой, осының плюсіне көбейтеміз ғой. И получается түбірасты міне x плюс 3-ті жазып аламыз. Так, мынау минусы и мынаның плюсіне. Яғни бұны түйіндес деп атайды қазақша. Тура осылай алымында бөлімде бірдей өрнекке көбейте саламыз. Сол кезде есеп өзі-ақ шығады. Так, келесі қараңыздар оқушылар,
бізде мынау мен мынау, так, мынау а болсын, мынау б болсын, мынау а болсын, мынау б болсын. Так, а минус б, а плюс б, а квадрат минус б квадрат болады. Яғни мынау түбір астынан қалай шығады? Әрине x плюс 3 болып шығады. Түбір асты жойылып кетеді. Так, 2-нің квадраты қанша? Әрине минус 4 болады. Келесі, мынау x минус 1 көбейтілген түбір асты x плюс 3 плюс 2 болады. Енді қараймыз оқушылар, мына жерде мынау төбеніңгісінен 3 пен 4 қоссақ минус 1 шығады, x минус 1. Яғни x минус 1 мен x минус 1 екеуі қысқарып кетеді. Сонда мынау ғана қалады бізде. Енді осы мен мынаны азайтып жібере саламыз. Так, түбір астында x плюс 3 и плюс 2 азайту түбір асты x плюс 3 и плюс 2. Так, мынау мен мынау қысқарады, плюс 2 тең болады, жауабы 4-ке. И жауабы С болады. Так, құрметті достар, бүгінгі 3 есеп түсінікті болатын болса, онда комментарийге 3 плюс деп кетіңіздерші. Мен дұрыс түсіндіріп жатырмын ба, или есептерді қате түсіндіріп жатырмын ба, мен өзім біліп саралау үшін. Сондықтан комментке бітеді ғой, үшеуі де түсінікті болса 3 плюс, екеуі түсінікті болса 2 плюс, или біреуі түсінікті болса 1 плюсті қойып кетіңіздер. Ал жақсы сау болыңыздар. Көріскенше.